Дүкендерде сатылатын ашық нандардан көрө үйдө пісірген дәмдірек болады. Керекті қоспалар: қашқы, 5 стакан ұн, 2 стакан су, қант, тұз, 2 қасық сұйық май. алдымен ашқыны көтеріп аламыз. Қант және азғантай су қосып, ашқыны қоямыз. Күнге қоямыз. Суды құямыз. Тұз, қант, 2 қасық сұйық май, дрожжи. Араластырамыз. Оның бәрін бірден салмай, аз-аздан салып, қасықпен араластырып отырған жақсырақ. Мен нан елегенде алдымен осындай қою ботқа жасап алып, оны ұнның үстіне салу арқылы елеймін. Сұйық майды қолдансаңыз, нан елеу оңайға түседі. Енді бұны ортасынан кесеміз. 800 граммынан 2 штук нан шықты. Нанның көтерілуін күткен жоқпын, сондықтан алдымен мультиваркада подогрев деген режимге 15 минутқа қойып алдым. Үйдегі мультиваркада подогрев 15 минутқа қойылмайды екен, сол үшін мен телефоннан таймерге 15 минутқа қойып қойдым. Күткен 15 минутымыз да өтті. 15 минуттан кішкене көтерілді. Енді выпечка режиміне 50 минутқа қоямын. 50 минуттан кейін нанның беті көтеріліп, асты піседі. Қайтадан выпечка режимін таңдап, 20 минутқа қосасыз, және нанды төңкеруді ұмытып кетпеңіз. 20 минут өткеннен кейін ыстық нанды астына қасық қойып, немесе темірге қойып, астын көтеріп суығанын күтіңіз.